Саламатсыздар ма балалар? Химия сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы энергетикалық деңгейлер, бірінші зертханалық тәжірибе, атомдар модельдерін жасау. Сабағымыздың мақсаты әрбір электрон қабатында электрон саны нақты максимал мәннен аспайтын түсіну, алғашқы термохимиялық элементтің электрондық конфигурациясын және электронды графикалық формулаларын жазуды үйрену. Бірінші периодта өздеріңіз көріп отырғандай, сутегі және гелий элементтері орналасқан. Олардың электрондарының энергия қорлары бірдей болғандықтан, бір энергетикалық деңгейде жатады. Сутегі мен гелийде бір энергетикалық деңгей бар. Олардың электрондары осы деңгейде орналасады. Бірінші энергетикалық деңгейдің сыйымдылығы 2-ге тең екенін білеміз, сондықтан гелий атомының энергетикалық деңгейі аяқталған қабат болып саналады. Келесі, екінші период элемент атомдарындағы электрондардың орналасуын қарастырайық. Екінші период элементтерінің барлығында да 2 энергетикалық деңгей бар. Бірінші элемент литийде 3 электрон, оның екеуі бірінші энергетикалық деңгейде, біреуі екінші энергетикалық деңгейде орналасқан. Өздеріңіз көріп отырғандай, екінші период элементтерінің барлығының бірінші энергетикалық деңгейінде 2 электрон орналасады. Екінші энергетикалық деңгейінде 1-ден 8-ге дейін артады. Біз білетіндей, екінші энергетикалық деңгейдің сыйымдылығы максималды 8-ге тең. Яғни, неонды қарастыратын болсақ, екінші периодта орналасқан, оның 2 электроны бірінші деңгейде орналасса, 8 электроны екінші деңгейде орналасқан. Осы екінші деңгейде 8 электроны орналасқандықтан, неонның екінші энергетикалық деңгейін аяқталған қабат деп атаймыз. Келесі үшінші период элемент атомдарындағы электрондардың орналастыруын қарастыратын болсақ, олардың барлығында 3 энергетикалық деңгей бар. Бұлардың бірінші энергетикалық деңгейінде 2 электрон орналасады, екінші энергетикалық деңгейінде 8 электрон орналасады, үшінші энергетикалық деңгейде 1-ден 8-ге дейін артады. Бұлардың электрон санының периодты түрде солдан оңға қарай артуына байланысты. Үшінші энергетикалық деңгейде натрийде 1, магнийде 2, алюминийде 3, дәл осылай жоғарылай отырып, аргонда 8 электрон орналасады. Аргонның үшінші энергетикалық деңгейін аяқталған қабат деп атайды. Төртінші периодтағы кальций мен калий элементтерін қарастырсақ, бұларда 4 энергетикалық деңгей болады. Кальцийдің 19 электроны бірінші деңгейде 2, екінші деңгейге 8, үшінші деңгейге 8, төртінші деңгейге 1 болып орналасады. Дәл осылай реттілікпен кальцийдікі де орналасып келіп, тек 4-ші энергетикалық деңгейде 2 электрон орналасады. Енді балалар, элементтердің электрондарының орналасуын көрсететін формулаларына көшейік. Сутегі атомында бір ғана электрон бар екенін білдік, ол бірінші деңгейде орналасатынын түсіндік. Бірінші деңгейдегі S деңгейшеде орналасады. Оқылуы 1s1 деп оқимыз. Жазылуы мұны өздеріңіз көріп отырғандай. Екінші гелий атомындағы 2 электрон былай жазылады. Өздеріңіз алдарыңызда көріп отырғандай. 1s2 деп оқылады. Ал енді бұл электрондарды графикалық түрде орналастыратын болсақ, яғни ұяшықтарға былай орналастырамыз. S деңгейшесінде максималды 2 электрон болады. Мұны неонда 2 электрон орналасқан. Жазылуын өздеріңіз көріп отырсыздар. Келесі екінші периодтағы литий, бериллий, бор элементтеріне мысалдар келтіріліп тұр. Литий элементінің енді балалар екінші периодта орналасқан литий, бериллий, бор элементтерінің электрондарының орналасу формулаларын қараңыздар. Литийде 3 электронның екеуі бірінші деңгейде орналасқан білесіздер.
бірінші деңгейдегі S деңгейшеге орналасады. Екінші деңгейдегі S деңгейшесіне бір электрон орналасады. Электронды формуласы былай жазылып, 1s2, 2s1 деп оқылады. Бериллийді көріп отырсыздар, бериллийдегі 2 электроны бірінші деңгейдің S деңгейшесінде, қалған 2 электроны екінші деңгейдің S деңгейшесінде орналасқан. Келесі бор элементі. Бор элементінің 5 электронның екеуі бірінші деңгейдегі S деңгейшесіне, екінші деңгейдегі 3 электронның екеуі S деңгейшеге, біреуі P деңгейшеге орналасқан. Электронды формуласын 1s2, 2s2, 2p1 деп оқимыз. Балалар, егер электрондары S деңгейшеде аяқталатын болса, бұндай элементтерді S элементтер, ал енді P деңгейшеде аяқталатын болса, P элементтер деп те атайды. Келесі, үшінші период элементтерінің магний, алюминий және кремний элементтерінің электрондарының орналасуын көріп отырсыздар. Магний бізде S элемент, яғни магнийдің 12 электронының соңғысы үшінші деңгейдегі S деңгейшесінде орналасып тұр, сондықтан ол S элемент болып саналады. Электронды формуласы былай жазылып, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 деп оқылады. Дәл осындай реттілікпен алюминийдікі орналасады, тек алюминийдің соңғы деңгейдегі 3 электронның біреуі P деңгейшесінде орналасады. Кремнийдің дәл осылай орналасып келеді де, соңғы деңгейдегі 4 электронның екеуі S деңгейшеде, екеуі P деңгейшесінде орналасады. Алюминий мен кремний P элементтері болып саналады. Келесі, үшінші периодтағы аргон, білесіздер, аяқталған қабат болатын аргонның соңғы энергетикалық деңгейі. Міне аргонның элементтерінің орналасу формуласын қарайтын болсақ, бірінші деңгейде екеу, бірінші S деңгейшеде, екінші деңгейдегі S деңгейшесінде екеу, P деңгейшесінде алтау, үшінші деңгейдегі S деңгейшесінде екеу, P деңгейшесінде алтау орналасқан. Оқылуы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 болып оқылады. Үшінші периодтағы аргон P элементі болып саналады. Төртінші периодтағы калий мен кальций элементінің электрондарының орналасуын қараңыздар. Оларда 4 энергетикалық деңгей бар. Өздеріңіз жоғарыда көргендегідей, төртінші энергетикалық деңгейінде калийде 1 электрон орналасады, 4s1 болып оқылып, кальцийде төртінші деңгейдегі S деңгейшесінде 2 электрон орналасады. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, сіздер бүгін энергетикалық деңгейлердің саны элемент орналасқан периодтың нөміріне сәйкес келетінін білдіңіздер. Бір периодта орналасқан элементтердің энергетикалық деңгейлер саны бірдей болатынын түсіндіңіздер. Сыртқы электрондық қабатта максималды 8 электрон ғана болады, оны аяқталған қабат деп атайды. Ал электрон саны максимал болмайтын электрондық қабаттар аяқталмаған деп аталады. Сыртқы энергетикалық деңгейдің құрылысы периодты түрде қайталанатындықтан, химиялық элементтің қасиеттері де ұқсас болады. Бұл заңдылық химиялық элементтердің периодтық жүйесі мен периодтық заңында көрініс тапқан. Енді балалар, QGIS платформасы арқылы карточкаларға жауап беріп көрейік. Алдарыңызда сұрақтар шығады, сіздер дұрыс немесе бұрыс деп жауап бересіздер. Бірінші сұрақты оқиық. Бір периодта орналасқан элементтердің энергетикалық деңгей саны бірдей болады. Тамаша. Бұл жауабымыз дұрыс. Келесі сұраққа көшелік. Сыртқы қабаттағы электрон саны элементтің реттік нөміріне тең.
Бұл айтылған дұрыс па, бұрыс па? Жарайсыз, бұрыс болып келеді. Келесі сұрақ. Натрий, магний, алюминий қатарында солдан оңға қарай атомдардың сыртқы қабатындағы электрон саны азаяды. Тамаша. Бұл жауап дұрыс емес. Бұрыс. Келесі сұрақ. Литий, натрий, калий атомдарының сыртқы қабатындағы электрон сандары бірдей болады. Бұл жауап қалай екен? Дұрыс. Тамаша. Себебі неге екен, балалар? Дұрыс айтасыздар. Себебі литий, натрий, калий элементтері бірінші А топшасында бір топшада орналасқан. Келесі. Натрий, магний, алюминий атомдарында энергетикалық деңгей саны әртүрлі болады дейді. Бұл жауап дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс болып келеді. Тамаша, балалар. Жарайсыздар. Енді біз сіздер экранда көріп тұрған тапсырманы орындап көріңіздер. Яғни берілген бірінші тапсырмада берілген деректер бойынша элементті анықтайсыздар. Екінші элементті периодтық кестедегі орны бойынша анықтайсыздар. Дәптерге орындаңыздар. Сосын дұрыс жауаппенен тексереміз. Енді дұрыс жауаппенен өз жауаптарыңызды тексеріп өтіңіздер. Қате жерлерін дұрыстап қойыңыздар. Енді балалар, біз бірінші зертханалық тәжірибе атомдар модельдерін жасау. Осыны сіздерге PET платформасында көрсетейін. PET платформасы арқылы біз бірінші литий элементінің электрондарын орналастырып көрейік. Айта қойыңыздар, литий элементінде неше электрон болған еді? 3 электрон. Неше протон және неше нейтрон болады? Дұрыс айтасыздар. 3 протон және 4 нейтрон болады. Тамаша, енді орналастырып көрелік. Нейтрон саны 4, электрон, протон саны 3, электрон саны 3 болып келеді. 3 электронның екеуі бірінші деңгейде, біреуі екінші деңгейде орналасады. Келесі. Егерде протон саны 4 болатын болса, электрон саны және нейтрон саны неше болады? Протон саны 4 болып келетін қай элемент екен бізде? Бериллий. Дұрыс айтасыздар. Бериллийде неше протон болады? 4 протон болады. 4 нейтрон болады. Неше электрон болады? 4 электрон. Оның екеуі бірінші деңгейде, екеуі екінші деңгейде орналасады. Балалар, бериллий элементінің электрондарын орналастырдық. Егерде біз осыған бір протон қосатын болсақ, ол қай элемент болады? Бор элементі болады. Және бұған біз сыртқы деңгейде бір электрон орналастырамыз. Себебі бізде 5 электрон болуы қажет. Дәл осылай енді тағы да бір протонды қосатын болсақ, ол келесі қай элемент болады? Көміртегі. Көміртегінің электрон саны неше болу керек? Соңғы деңгейшеде 4 электрон болу керек. Дұрыс айтасыздар. Дәл осылай электрондарды ары қарай жалғастырып орналастыруға болады. Балалар, мен сіздерге осы PET платформасының сілтемесін жіберемін. Сол жерден үйде осылай қойып көрулеріңізге болады. Сонымен балалар,
Бүгінгі сабағымызды аяқтай отырып, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Екінші тақырыпта оқи отырып ережелерді жаттайсыздар. 10-шы беттегі В тапсырмасын орындайсыздар. Және бірінші зертханалық жұмыс бойынша ермек саздан 3 элементтің моделін жасайсыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.